Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырды тазалайтын, жалпы ішкі ағзамызды тазалайтын өте пайдалы әрі дәрумендерге толы сусын әзірлейтін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге осындай кептірілген құрма қажет болады. Бұл құрмадан мен 10 данасын алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасынан кесіп, ішіндегі дәнегін бөлек алып аламыз. Жалпы құрманың адам ағзасы үшін өте пайдалы екендігін білесіздер. Соның ішінде ас қорыту жүйесіне, осы ішкі ағзамызды тазалауға, қатерлі ісіктің алдын алуға, тіптен жөтел, тұмауға да өте пайдалы болып келеді. Және бұдан да бөлек түрлі ауруларға ем болып келеді. 10 дана құрманы турап бөлек ыдысымызға салып алдық. Одан соң бізге осындай инжир керек болады. Инжирден де 10 данасын алып аламыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, ортасынан 2-ге немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Осы инжирде біздің ағзамызға қажетті түрлі дәрумендер бар. Егер кептірілген инжир болатын болса, оның құрамындағы дәрумендер 5 есеге дейін ұлғая түседі. Алайда бұл кептірілген жемістердің калориясы мен қанты 5 есеге дейін артады. Демек, бұл қандағы глюкозаның жоғарылауына септігін тигізеді. Демек, қант диабеті бар адамдар бұл сусынды ішпегендігі дұрыс. Сондықтан достар, бұл сусынды ішпес бұрын өзіңіздің жеке дәрігеріңіздің кеңесін алыңыз. Содан кейін бізге осындай қара өрік, яғни алқоры керек болады. Алқорыдан да 10 данасын алып, ортасынан 2 бөлікке бөліп шықтым. Алқорыны да жаңағы кепкен жемістеріміздің үстінен салып, 500 грамм су құйдым. Суды мен 500 граммдық баклажкамен өлшеп құйдым. Артық емес, немесе көп те емес, 500 грамм құйсаңыздар жеткілікті. Одан соң кішкене араластырып жібереміз. Жемістерімізді баяу отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін бетіне ақ көбіктері түсе бастайды. Бетіндегі көбіктерін осылайша қасықтың көмегімен алып, одан соң жемістерімізді 10 минутқа қайнатуға қалдырамыз. Жемістеріміздің асты қатып қалмас үшін арасында осылайша қозғап тұруымыз керек болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай жемістеріміз кішкене жұмсарып, барлық дәрумендерінің барлығы суға шығатын болады. 10 минуттан соң арнайы ыдысымызды алып, оның үстіне сүзгішті қойып, суымызды бөлек сүзіп аламыз. Достар, тағы да бұл жерде ескеретін жайт, бұл сусынды алдын ала көп етіп жасап қойып, тоңазытқышқа салып, сақтап, ертесі күні ішуге болмайды. Тек ішетін уақытыңызда ғана жасап, балғын күйінде ішу керек болады. Ыстық күйінде сүзгішпен осылайша сүзіп алдым. Піскен жемістерді біз тастамаймыз. Осындай блендердің көмегімен ұсақ етіп езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін бұны өзіміз нанға жағып, варенье ретінде пайдалануға болады. Өте дәмді болып шығады. Қаласаңыздар үстінен қант қосып жіберсеңіздер де болады. Мен бір ас қасық толы қант қосып жібердім. Бұл вареньенің дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Осылайша жақсылап ұсақ етіп блендермен езіп болғаннан кейін бөлек ыдысыма салып алдым. Шай ішкенде осылай нанның бетіне жағып жесеңіздер өте дәмді болады екен. Суға кепкен жемістерді тастамай осылай жасауға сіздерге кеңес беремін. Біздің үйде барлығымызға ұнады. Балаларға да өте қатты ұнады, өте дәмді болып шықты. Осымен біздің сусынымыз дайын болды. Осы сусынды таңертең аш қарынға аптасына 3 рет қана ішсек жеткілікті. Бұл сусынның сізге пайдасы тиюі үшін дәрігеріңіздің кеңесін алып, 2 немесе 3 ай көлемінде пайдалануыңыз керек. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.